Қарахан. Қарахан деген қадірлі хан болыпты. Қырық уәзірмен бір жерге сейілге шығыпты. Әлгі сейілге шыққанда қырық уәзірдің қасында 40 кісі бар екен. Сөйтсе сейілге шығып жолда келе жатқанда Қараханның қамшысы қолынан түсіп кетеді. Сол арада көп кісі, 40 уәзір, 40 кісі тегісімен атынан түсе қалып, ханның қамшысын әпермекші болады. Тигені қамшыны ұстап, тимеген тек ұмтылып, бәрі де ханға қарап құрмет қылады. Сол кезде Қарахан ат үстінде тұрып ойланып, япыр-ау, бір қамшы үшін 40 уәзір мен 40 кісі бірдей жерге түсіп құрмет істегендей, мен сонша қадірлімін ба, халық жақсы құрметтейді екен ғой деп ойлайды. Мен бұған шүкіршілік қылайын, халықтың маған істеген сол құрметіне мен де оларға көңіл бөліп, қарып-қасырларға болсайын, жұрт айта қалғандай бір жомарттық істейін деген ой көңіліне кіреді. Содан хан 40 уәзір 40 жігітпен күні бойы аңда болып, кешке жақын аман-есен үйіне келеді. Үйіне келіп жайласып отырған соң ханның үстіне жаман киім киген бір қайыршы адам келіп кіреді. Күндіз аңда жүргенде зор жомарттық істеймін деген хан өзіне уәде қылған. Орнынан тұрады да қайыршыға бір үлкен сый тартпақшы болады. Сонда қайыршы айтады: сен маған шын ниетіңмен сый беретін болсаң, менің көңілім не тілесе сен соны бер дейді. Хан айтады: 4 түлігімнен, мүлкімнен не тілесең соны бердім, қалағаныңды ал дейді. Жоқ, сенің 4 түлігіңнің маған керегі жоқ. Сен берсем патшалық орныңды бер, менің көңілім осыны сүйеді дейді қайыршы. Хан айтады: орнымды да бердім дейді. Қайыршы айтты: берсең түс, орныңа мен отырайын дейді. Хан мұны жақсылыққа жорып орнынан түседі. Бақсы айтады: сен мұнда тұрма, 4 түліктен таңдаған атың мен дүние алда жайыңа бар дейді. Хан қайыршының айтқанын істеп жылқыдан таңдап ат алып, керекті бұйым алып, үйінің ішін арбаға мінгізеді де шаһардан шығып екінші бір шаһарға жөнелді. Келе жатып, хан үйінің іші бір өзен суға кездеседі. Өзен суы терең екен, түгел өтейін десе тегісімен суға кетеміз деп жарымдап өтуді ойлайды. Ең алдымен 2 баласы мен қатынын өткізеді. Содан кейін қайра қалған жүкке жөнеледі. Қарахан жүкке қарай өтіп келе жатқанда қатын балаларын орнына тастап, жарды жағалап ұзаңқырап кетті. Сол кезде 2 қасқыр шауып кеп 2 баланы көтеріп алып кетеді. Балаларды қасқырдың көтеріп алып бара жатқанын хан да қатыны да көріп тұрады. Бірақ олардың бірі әр жақта жаяу не істесін өздерін өздері жібіді. Содан кейін хан мен қатын өзенді жағалап келіп бір жерге келіп жатады. Сол уақытта олардың үстіне бір топ керуен көшіп келеді. Керуен келіп қонған соң олардың ішіндегі кейбіреулері хан мен қатынға келіп жолықты. Ханның қатыны көркем сұлу кісі еді. Керуеннің сал-сер жігіттері соны керуен басы ханзадаға айтып келді. Олардың айтуы бойынша керуен басы оған қашық болады. Одан кейін керуен басшысын бір қиял билеп қатынды көру үшін 2 жігітті жұмсайды. Бізде бір адам сырқат еді, 40-тың бірі Қыдыр деген сөз бір жолаушы әйел соны келіп көріппес екен деп айтыңдар дейді. Жігіттер ханның арбасына келіп керуен басының сөзін қатынға айтқанда қатын бармаймын дейді. Жігіттер өтініп 3 рет сұрайды. Қатын үшеуіне де бармаймын деп жауап қайырады. Қарахан айтты: бұлар да жолаушы адам ғой, барып келе ғой дейді. Қатын керуеннің шатырына келген соң бағанағы көрмей ғашық болған керуен басы қатынды көріп, оның көркем сұлулығына таң қалады. Қатынды күйеуіне қайтармай бауыр басып шатырын жиып ала көше жөнеледі. Хан бұған да ішінен сабырлық қылады. Бұдан соң қатынды алып керуен басы жөнеліп, Қарахан өз жайына кетті. Бұл суда терең екен. Өтіп келе жатқан аты суға кетіп, өзі ғана жүзіп шықты. Содан кейін десе киімі жоқ, ішейін десе асы жоқ, келе-келе жатып шаршап бір салдың арасына кіріп жатады. Бұл жерге шаһар таяу екен. Бұл шаһардың ханы өліп, иесіз тұр екен. Бұрынғы заманда хан өлгенде дәулет құсын ұшыру елінің салты екен. Бұл шаһардың халқы жиналып дәулет құсын ұшырыпты. Ұшырған дәулет құсы ұшып келіп бағанағы салындыға қонады. Сол жерде Қараханнан басқа ешкім жоқ еді. Осы салындыға келіп қонғанда артынан 3 жігіт құсты алып кетеді. Жігіттердің қолындағы құсы талпынып салындыға қарай береді. Жігіт құс талпына берген соң қоя беріп қараса, құс қайтадан барып салындыға қонады. Сол жерде жігіттердің дыбысымен Қарахан да оянады. Жігіттер оған таң қалып, құсты алып Қараханды ертіп топ басына барады. Барған жерде жиналған топ Қараханның жайын нағып жүрген адам екенін сұрап танып білген соң, оны ақ кигізге орап хан көтеріп шаһарға хан сайлайды. Қарахан бұл шаһардың ханы болып тұрады. Дәулет құсы басына қонып бақтың сарайына кірсе, ойынан қатыны мен баласы шықпайды. Оларды көп өледі. Ақырында ханым мен баласын іздеуге көп кісі ертіп жолға шығады. Айдан ай, жылдан жыл өтеді. Ел-елден сұрап, ханым мен балаларды іздейді. Неше заман жол жүріп келе жатқан адам бір елде қайыр сұрап жүрген әйеліне кездеседі. Ханым үстінде киім шерге-асы жоқ тек елден сұрап күнелтіп жүр екен. Ханын көріп қайтадан жасағандай болады. Екеуі бірін-бірі құшып мауқын басады. Хан ханымынан, балаларынан хабар бар ма деп сұрайды. Ханым бұрынғы есіткендері бойынша балаларының қай жерде тұрғанын айтады. Хан мен ханым көп нөкері мен балаларын іздеп айдан ай өтіп келе жатып, бір өзен бойында қой бағып жүрген қойшыға жолықтады. Қойшығадан жөн сұрайды. Қойшы бағып жүрген қойы қай елдің қойы екенін айтады. Қойшы жай қойшыда емес, еті тірі болғандықтан оның кім екенін сұрайды. Қойшы: мен Қарахан деген кісінің баласымын дейді. Оны жас күнде бөрі алып қашқан екен. Бөріден бұл елдің бір
Байғұт қарабалу асырап, енді қой бақтырып қойыпты. Оның қасында інісі де бар екен. Інісі ол да қозы бағып жүр екен. Балалардың етін бит жеп, аяғын тас қырқып, әбден жүдеген екен. Оларды іздеп тауып, иіскеп бір жасайды. Содан балаларын жанына ертіп, еліне қайтып, бұрынғы хандығына отырып, барша мұратына жетіпті.